Сәлем, менің тапқыр достарым, менің каналыма қош келдіңдер. Әуелі менің каналыма тіркеліп алыңдар, одан кейін ойынымызды бастаймыз. Ал кеттік. Барлығы 30 сұрақ, берілетіні 5 секунд. Ал кеттік, бастаймыз. Бізде бұл итбалық. Дұрыс таптың ба? Су сиыр. Дұрыс табылдың ба? Итморон. Дұрыс таптың ба? Енді оңай болады деп ойлаймын. Ойландың ба? Тасбақа. Бұны табуға саған қиындық тумайды деп ойлаймын. Бұл бізде қошқар мен теке. Оғат. Дұрыс таптың ба? Ақтас. Бұны оңай табасыздар деп ойлаймын. Бұл бізде баскетбол. Бұны да оңай табасыңдар деп ойлаймын. Бұл бізде тау ешкі. Қалай ойын қызық болып жатыр ма? Ғаламтор. Бұл бізде оп-оңай тасжүрек. Ақтау. Екібастұз. Ақсаусақ. Ас үй. Сарсаян. Гауһартас. Алтын балық. Көзмоншақ. Человек-паук. Бұл бізде Ақшакөл. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Сау бол досым. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен блогерді тап ойын ойнаймыз. Барлығы 35 уақытты 5 секунд ал бастаймыз. Бұл блогерді кім таниды? Иә, бұл Аида. Бұл блогерді кім таниды? Иә, бұл Диас. Бұл бізде Ерке. Бұл блогеріміз Ай блогері. Бұл блогер бізде кім? Кім таниды? Енді на блогер. Бұл блогер еще бізде киноға түсетін. Бұл блогер бізде Сара. Бұл бізде Мансар, миллионерге киноға түсіп жатқан. Бұл блогерімізді бәрі таниды. Қанат. Бұл бізде ең әдемі блогеріміз Анель. Бұл біздің сүйкімді келініміз Айдана. Бұл бізде блогер және де сатушы Алмасбек. Танымал блогеріміз Ырыспала. Одан кейінгі блогеріміз Гүлвира Эльвира. Елдің бәріне танымал Нұрболхан.
бізде сүйкімді, әдемі мерей. Және де бүкіл әлемге аты танымал Айдана. Бұл бізде кім? Баха. Бұл бізде Фариза ханым, иә? Бұл бізде керемет косметика сататын Жанерке. Бұл бізде Әсел. Бізде бұл блогерлер Жанболат, келіншегі Сома. Бұл блогерді бәрі таниды, үй жинаушы Нұрхан. Бұл бізде Ресейдің блогері Гуар. Бұл бізде кәдімгі өзіміздің азамат блогеріміз. Бұл қазір бізде арықтауға арналған марафон ашқан Мерюша. Бұл бізде папасымен танымал Нұргелді. Бұл біздің Айнұр апайымыз. Бұны бәріміз білеміз, КВНчик. Кім бұл? Нұрсұлтан. Бұл бізде қосылайықты жүргізетін Камила. Бұл біздің дара келініміз Дания. Кәдімгі әнінен. Әнші болып жүрген бұл Диляра. Бұл блогеріміз Жанбол, бүкіл әлемге кофемен танылған. Бұл блогеріміз Айсұлу, қазір шамшырақта ойнаған. Бұны бәріміз білеміз, Ахон. Менімен бірге болыңыз.
достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма келмей жатып, әуелі тіркеліп алыңыздар. Саған қандай мармелад түрі ұнайды? Ал кеттік, бастаймыз. Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгінгі біздің видеомызда менен қайталау болмайды. Тамды қайталамаудың ойынын ойнаймыз. Мен сіздерге кез келген сұрақ қоятын боламын, ал сіздің жауабыңыз менің жауабыма ұқсамау керек. Саған бар болғаны 3 мүмкіндік беріледі, барлығы 30, ойлануға 7 секунд. Ал енді бастайық. Қазақстанның кез келген қаласын ата. Астана. Ал сен не ойладың? 1-ден 20-ға дейінгі санды ата. 5 санын атадың. Сен қандай ойладың? Кез келген айды ата. Маусым. Мен маусым айын ойладым. Ал сен ше? Кез келген шоколад түрін ата. Мен M&M's таңдадым. Ал сен ше? Банан, құлпынай немесе малина. Сен қайсысын таңдадың? Мен банан таңдадым. Кез келген маркадағы телефонды ата. Мен iPhone таңдадым. Ал сен ше? Н әріпінен басталатын ұлдың есімін ата. Мен Нұркен ойладым. Үй жануарын ата. Мен мысық ойладым. Ал сен ше? Телефон, ноутбук немесе теледидар.
Мен ноутбук ойладым. Ал сен ше? Кез келген ойынды ата. Балалармен ойнағанды жөн көрдім. Ал сен ше? Кез келген сусынды ата. Мен Кока-Кола ойладым. Ал сен ше? Кез келген мультфильмді ата. Кез келген мультфильмді ата. Мен динозавр мультфильм таңдадым. Кез келген түсті ата. Қызыл түсін таңдадым. Кез келген мамандықты ата. Дәрігер мамандығын таңдадым. Ал сен ше? А әріпінен басталатын қыздың есімін ата. Айжан. Кез келген елді ата. Мен Парижді ойладым. Ал сен ше? Аптаның бір күнін ата. Бейсенбі. Кез келген аспапты ата. Домбыра. Жыл мезгілін таңда. Қыс мезгілін таңдадым. Ал саған қандай мезгіл ұнайды? Кез келген санды ата. 5. Саған қандай таңба ұнайды? Кез келген әріпті таңда. Б әріпін таңдадым. Кез келген спорт түрін ата. Баскетбол. Сен қандай түрін таңдадың? Кез келген жануарды ата. Жолбарыс. Кез келген көлікті ата. Трактор, КамАЗ. Кез келген көкөністі ата. Кез келген әншіні ата. Садрадин. Саған қандай әнші ұнайды? Белгілеп кетіңіз комментарияға. Кез келген гүлді ата. Чемедақ, ромашка. Сен қандай гүл жақсы көресің? Кез келген мерекені атап өт. Маған жаңа жыл мерекесі қатты ұнайды. Кез келген жемісті ата. Груша. Маған груша ұнайды. Мына жақтан кез келген смайлікті таңдап, өзіңе ұнаған смайлікті қойып кет. Сау болыңдар. Сәлем достар, менің каналыма қош келдің. Менің каналымды көрмей жатып, әуелі тіркеліп ал, одан кейін бастап кетеміз. Біздегі барлығы 30 сұрақ, оған берілетіні 5 секунд. Ал кеттік, бастаймыз. Есімді тап. Ақша қар. Бұл сіздерге оңай болады деп ойлаймын. Бұл бізде айна. Дұрыс таптың деп ойлаймын. Бұны оңай табасыздар деп ойлаймын. Бұл бізде айгүл. Бұл бізде айсұлу. Дұрыс таптың ба, құрбым досым? Шалқар. Бұл енді табу мүмкін емес деп ойламаймын. Тез тауып алған шығарсыздар. Балқия. Най деп ойланайды келесіне осы кезде. Бұны да табу оңай емес деп ойлаймын. Бұрынғы заманның есімі бұл Алпысбай.
Жұлдыз ай. Айжан. Бұны оңай табамыз деп ойлаймын. Айжұлдыз. Бұл бізде жанайым. Таптың ба досым? Бұны да оңай табасын деп ойлаймын. Бұл бізде қаламқас. Бұл бізде Ернұр. Бұны да оңай табасын деп ойлаймын. Бұл бізде Нұргүл. Бұны да оңай табасын деп ойлаймын. Бұл бізде Алтын. Ал достар, ары қарай өздеріңіз таба беріңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Баяғы ерте заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал келеді, кемпіріне ұн әкеледі. Маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Кемпірі алады да оған бауырсақ пісіріп береді. Ол қамырды терезенің алдына қойып қояды да, ол қамыр тіріледі. Ол бауырсаққа айналады. Бауырсақ болса іші пысып далаға ойнауға шығып кетеді. Бір кезде оның алдынан қасқыр шығады. Қасқыр сосын барып оны жейді дейді. Бірақ оған айтады, бауырсақпен саған өлең айтып берейін дейді. Атам былай өлең айтады. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, енді сенен де қашамын дейді. Сөйтіп тағы қызыға жүретін алдынан түлкі шығады. Мен сені жеймін дейді. Мені жемесі дейді, бауырсақ айтады. Сонда тағы да ән келеді. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым. Түлкіге келеді. Түлкі болса түлкі оны ұстап алады да оны жеп қояды. Жарайды. Менің ішім піспепті, мен далаға барамын. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым. Ал енді сенен қашам. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қойымнан да қаштым.
Atamdan da kaçtım, apamdan da kaçtım. Sen isteyeceksin, kulağıma. Atamdan da kaçtım, apamdan da kaçtım. Qasqırdan da kaçtım. Soldun mu? Tatsunay болып сақтым. Алданып қалсаң мен алдаймын деп. Осымен біздің ертегі аяқталды. Сәлем менің тапқыр достарым, менің каналыма қош келдіңдер. Әуелі менің каналыма тіркеліп алыңдар. Одан кейін ойынымызды бастаймыз. Ал кеттік. Барлығы 30 сұрақ, берілетіні 5 секунд. Ал кеттік, бастаймыз. Бізде бұл итбалық. Дұрыс таптың ба? Су сиыр. Дұрыс таба алдың ба? Итморон. Дұрыс таптың ба? Енді оңай болады деп ойлаймын. Ойландың ба? Тасбақа. Бұны табуға саған қиындық тумайды деп ойлаймын. Бұл бізге қошқар мен теке. Қолғат. Дұрыс таптың ба? Ақтас. Бұны оңай табасыздар деп ойлаймын. Бұл бізде баскетбол. Бұны да оңай табасыңдар деп ойлаймын. Бұл бізде тау ешкі. Қалай ойын қызық болып жатыр ма? Ғаламтор. Бұл бізде оп-оңай тасжүрек. Ақтау. Екібастұз. Ақсаусақ. Асүй. Сарсаян. Гауһартас. Алтын балық. Көзмоншақ. Человек-паук. Бұл бізде Ақшакөл. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Сау бол досым. Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгінгі біздің видеомызда менен қайталау болмайды. Қанды қайталамаудың ойынын ойнаймыз. Мен сіздерге кез келген сұрақ қоятын боламын. Ал сіздің жауабыңыз менің жауабыма ұқсамау керек. Саған бар болғанда 3 мүмкіндік беріледі. Барлығы 30, ойлануға 7 секунд. Ал енді бастайық. Қазақстанның кез келген қаласын ата. Астана. Ал сен не ойладың? 1-ден 20-ға дейінгі санды ата. 5 санын атадың. Сен қандай ойладың? Кез келген айды ата. Маусым. Мен маусым айын ойладым. Ал сен ше? Кез келген шоколад түрін ата.
Мен M&M's таңдадым, ал сен ше? Банан, құлпынай немесе малина. Сен қайсын таңдадың? Мен банан таңдадым. Кез келген маркадағы телефонды ата. Мен iPhone таңдадым, ал сен ше? Н әріпінен басталатын ұлдың есімін ата. Мен Нұркен ойладым. Үй жануарын ата. Мен мысық ойладым, ал сен ше? Телефон, ноутбук немесе теледидар. Мен ноутбук ойладым, ал сен ше? Кез келген ойынды ата. Балалармен ойнағанды жөн көрдім, ал сен ше? Кез келген сусынды ата. Мен Кока-Кола ойладым, ал сен ше? Кез келген мультфильмді ата. Кез келген мультфильмді ата. Мен динозавр мультфильм таңдадым. Кез келген түсті ата. Қызыл түсін таңдадым. Кез келген мамандықты ата. Дәрігер мамандығын таңдадым, ал сен ше? Ә әріпінен басталатын қыздың есімін ата. Айжан. Кез келген елді ата. Мен Парижді ойладым, ал сен ше? Аптаның бір күнін ата. Бейсенбі. Кез келген аспапты ата. Домбыра. Жыл мезгілін таңда. Қыс мезгілін таңдадым, ал саған қандай мезгіл ұнайды? Кез келген санды ата. 5. Саған қандай таңба ұнайды? Кез келген әріпті таңда. Б әріпін таңдадым. Кез келген спорт түрін ата. Баскетбол. Сен қандай түрін таңдадың? Кез келген жануарды ата. Жолбарыс. Кез келген көлікті ата. Трактор, КамАЗ. Кез келген көкөністі ата. Кез келген әншіні ата. Садрадин. Саған қандай әнші ұнайды? Белгілеп кетіңіз комментарияға. Кез келген гүлді ата. Чемедақ, ромашка. Сен қандай гүл жақсы көресің? Кез келген мерекені атап өт. Маған жаңа жыл мерекесі қатты ұнайды. Кез келген жемісті ата. Груша. Маған груша ұнайды. Мына жақтан кез келген смайликті таңдап, өзіңе ұнаған смайликті қойып кет. Сау болыңдар.